Сәлем достар, бүгін чечевицадан крем суп дайындаймыз. Ең алдымен пиязды 4 бұрыштап, майдалап турап шығамыз. Одан кейін сәбізді де майда етіп турап аламыз. Чеснокты ұсақтап шыққаннан соң табаны қыздырып, бір ас қасық көкей майын қостым. Енді пиязды жұмсарғанша араластырып қуырып аламыз, және де чеснокты қосып, одан кейін сәбізді де қосып, барлығын қуырамыз. Достар, сіздер әлі менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда ең бірінші болып шыққан видео рецепттерді көріп отырасыздар. Картопты және болгар бұрышында ұсақтап турап алғаннан соң, жаңағы қуырылып жатқан көкөністерге қосып 2-3 минуттай қуырамыз. Енді бізге 1 стакан чечевица керек. Оны алдын ала суық суға бір жуып алдым, және де дәміне қарай тұз, дәмдеуіштер қосамыз. Чечевица витаминдер мен минералдарға бай диеталық тағамдарға жатады, және де ұзақ уақыт қарынды да аштырмайды. 2-3 минут жақсылап араластырғаннан кейін үстіне сорпа құйдым. Су құйсаңыздар да болады. Тамағымызды орташа отта 15-20 минут қайнатып пісіріп аламыз. Тамағымыз піскенше помидор, огурцы және де руколадан жеңіл салат жасаймын. Тамағымыз пісті, енді блендермен бәрін жақсылап езіп шыққаннан соң асымызды іше берсек болады. Достар, видео пайдалы болса лайк қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.